Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Менің атым Нұрлан болады. Мен сіздерді бір ерекше ақпаратпен таныстырғым келіп отыр. Сондықтан бір 10 минут уақыттарыңызды бөліп, зейін қойып тыңдап шықсаңыздар, сендіре аламын, керемет бір ақпаратқа қол жеткізесіздер. Нанотехнология туралы әңгіме болады. Қарттық та, ажал секілді өмірдің ажырамас бөлігі. Бұл әркімнің басына жазылған, ол ақиқат. Бірақ сіздің қартайған шағыңыз қандай болатыны бүгін таңдауыңызға байланысты. Өкінішке қарай кәрілік серіктестері бұл түрлі аурулар, күш қуатының азаюы, содан адам қажиды. Қалған өмір әр күн, әр сәт үшін күреске айналады. Негізі бәрі босқаша болу тиіс қой. Даналық пен тәжірибе қателіктерден сақтайды. Бұның шын мәнінде не маңызды екеніне түсінуге көмектеседі. Міндеттер азайған, балалар ержетті, уайым азайды, жұмыс істеу қажет емес, уақыт тек өзіңіздікі. Бұл өмірдің ең тамаша шағы деп айтуға болады. Еркіндік, тыныштық, саяхат, әр сәттен ләззат алу. Бірақ әттең бір кем дүние, бір шарт бар. Сау дене мен ақыл ойдан айырылмау. Онсыз ешқандай еркіндік, қуаныш әкелмейді. Кәрілік ажал құшпаяқ тозаққа айналуы әбден мүмкін. Сондықтан денсаулыққа қамқор болуды ертеңге қалдырмай, дәл қазір бастау керек. Қарттық уайым мен тіршілік үшін күрес кезең емес, бақыт пен еркіндіктің уақыты болсын десеңіз. Тотығу стресі, эксудативный стресс, окислительный стресс деген ұғым бар. Бұл өміріңізді ұрлайды. Ол сезілмейді, ауыртпайды. Бірақ күн сайын ағзаңызды білдіртпей іштен жейді. Жас ұлғайған сайын оны ықпалы күшейе береді. Сондықтан қарттық тек әжімдермен емес, ауыр дерттермен қоса келеді. Оның ішінде Альцгеймер, Паркинсон, жаман аурудың түрі. Ойланыңыз, ми клеткалары біртіндеп жұмыс қабілетін жоғалтады. Жан әлсірейді, назар шашырайды. Қимылдар сенімсізденеді. Адам денесін басқара алмай қалады. Бұл ағзаның еркін радикалдары, свободный радикалы дейді, қалпына келтіре алмай, ағзаның клеткаларын жойылуының туындайтын нәтиже. Бірақ жақсы жаңалық бар. Сіз бұл процесті баяулатып, тіпті тоқтата аласыз. Ағзаның иммунитет жүйесін күшейту арқылы өз жасыңызды, белсенділігіңізді ұзартуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтану керек, антиоксиданттар қолдану керек, белсенді өмір салтанатын ұстанып, салауатты өмір сүру. Клеткаларыңызды бүгін қорғасаңыз, сол кезде ертеңгі күн әрбір естелік пен әрбір қимыл үшін күреспей, толық қанды өмір сүре аласыз. Полирен антиоксиданттардың төресі. Жоғарыда айтылған тоғыту стресі клеткалардың басты жауы және қартаюды тездететін факторлардың бірі. Оны қалай тоқтатуға немесе баяулатуға болады? Жауабы антиоксиданттар. Олар еркін радикалдармен күресіп, клеткалардың бұзылуын қорғайды. Ал антиоксиданттардың ішінде нағыз чемпион ол полирен S60. Оның антиоксиданттық белсенділігі витамин С өздеріңіз білетін витамин Е дегеннен 100 есе артық. Ол тек радикалдарды жойып қана қоймайды, өзі қайта қалпына келіп, клеткаларды қайта қорғай береді. Зерттеулер көрсеткендей, полирен қартаю үрдісін баяулатуға, ми қызметін жақсартуға және де жүйке жүйесінің саулығын нығайтуға әсері өте мол. Демек, қарттық ауруларына қарсы күресте Альцгеймер, Паркинсон, жаман ауру дегендермен полирен таптырмас дүние. Қарттықтан қаша алмайсың. Бірақ оның сапасы өзің қолыңда. Әр клеткаларды полирендің күшімен қорғау бүгін жасай алатын ең мықты қадамдардың бірі. Полирен деп отырмын бағадан беріп, ол не? Полирен бұл болашақтың молекулалары. Тек көміртектен тұратын, бірақ пішіні ғажайып шар секілді. Ең танымалы S60 бұл футбол добы секілді құрылым. Артылғыштары өте берік, электр өткізеді, радиацияны өзіне сіңіреді, медицинада керемет қолданылады, ғарышта да тиімді. Полирендер нанотехнологияның дәуірін ашқан жаңалық.
1996 жылы химия саласында Нобель сыйлығы 3 ғалымға табысталды. Ричард Смолли, Роберт Кёрн және Гарольд Крот. 1985 жылы фурулендерді ашқан үшін. Енді өздеріңіз білесіздер, алмас, жаңа графит қарандаштың басы, фуллерен деген дүниелер. Бұл үшеуі таза көміртек. Бірақ атомдардың орналасуы әртүрлі, сондықтан қасиеттері де мүлде бөлек. Алмас құралымы әр көміртек атомы 4 басқа атоммен бір ковалентті байланыс арқылы 3D тор. Өте берік қатты симметриялы. Қасиеті табиғаттың ең қатты минералы. Мөлдір жарқырайды, электр өткізбейді, жылуды өткізеді. Графит құралымы атомдар жазық қабаттардан тұрады. Алты бұрышты ұяшықтар, аралар бал ұясына ұқсайды. Қабат ішіндегі байланыстар берік, ал қабаттар арасындағы байланыс әлсіз. Қасиеті жұмсақ, қабаттар оңай жылжиды, сондықтан қарандаш із қалдырады. Жақсы электр өткізгіш, қою сұр түсті жылтыр. Енді фуллеренге келетін болсақ, құралымы тұйықталған шар тәрізді. Тор 5 бұрыштар мен 6 бұрыштардан құралған футбол добына ұқсайды. Ең белгілісі S60. Қасиеттері өте жеңіл және берік, электр өткізгіш бола алады. Химиялық белсенді, ішіне басқа заттардың атомдарын сыйғызуға болады. Фуллерен медицинада, нанотехнологияда, күн батареяларында болашағы өте зор материал. Ал енді мен айтып отырған Full Energy компаниясы осы инновацияларды әркімге қолжетімді етеді. Full Energy бұл ғылымды, технологияларды және кәсіпкерлікті біріктіретін, денсаулық сұлулыққа және ұзақ өмір сүру үшін болашақтың экожүйесі. Ғалымдар мен технологтар нанотехнология негізінде бірегей өнімдерді әзірлейді, өндіріс өнімді шығарады, серіктестер дайын интернет дүкен арқылы оларды ілгертеді, клиенттер өмірінің өзгертетін технологияға қол жеткізеді. Компания миссиясы заманауи ғылыми әзірлемелерді бүткіл әлемдегі адамдардың күнделікті өмірінің бір бөлігіне айналдыру. Компания көзқарасы 2030 жылға дейін 1 миллионнан астам серіктестік біріктіретін ең ірі жаһандық экожүйеге айналу. Компания құндылықтары, адам денсаулығы, отбасы, ғылым және нанотехнология, қауіпсіздік, бостандық, этикалық бизнес. Денсаулыққа және сұлулыққа арналған нано өнімдерді ұсынады компания. Тиімділіктері дәлелденген, ғалым қолдайды, нарықта ерекшеленеді. Мен енді сіздерді бүткіл жаңағы осы компания ұсынып отырған өнімдермен уақытым жоқ бәрін таныстыруға. Ұзақ уақыт алады былайша айтқанда. Ал енді мына 3 өнім туралы айтқым келіп отыр. Бұлар таң, күндіз, кешкісін. Орысшасы утро, день, вечер деп аталады. Клеткаларда жұмсақ оятады, зат алмасуды және миды іске қосады. Энергия береді. Тотығу стресі мен шаршаудан қорғайды. Жүйке жүйесін қалпына келтіреді, ұйқыны тыныштандырады. Бұл фуллерен қосылған 3 майдан тұратын жүйе. Әр өнімнің формуласы өз кезегін мінсіз атқару үшін жасалған. Әсері дерлік бірден сезіледі. Ағза тазарады, асқарту жүйесінің жұмысы қалпына келеді, жүйке жүйесі жақсарады, ұйқы реттеледі. Әр күн энергияға толы, сергек және көңілді қарсы аласыз. Мынау мысал. Енді қазір гаджет деген ұғым бар, өздеріңіз білесіздер, қолға тағып жүреді сағат сияқты. Ол давление, қан, неше түрлі ағзаның параметрларын көрсетіп отырады. Соның ішінде ұйқы деген бар. Енді қараңыз, сол жаңа гаджеттің көрсеткісін көрсетіп отыр мына жігіт. 4 күннің ішінде, 4 күн қолданғаннан кейін жаңа гаджеттің көрсеткіші идеальный сон. Керемет ұйқы деп көрсетіп отыр. Енді бұл әркімнің арманы деп ойлаймын, әсіресе жасы жеткен адамдарды. Осыған қоса тағы да 6 өнім бар. Бұл водорастеваримый фуллерен дейді, суға езіп ішетін фуллерен.
регенерирующий гель дейді, бұл енді түрлі жара шығу, күйгенді осы көз ілестірмей жазатын дүние. Гель бальзам для тела дейді, мына аяқ қол сырқыраған, бел сырқыраған адамдарға, және де бір жерін көгертіп алған адамдарға таптырмас дүние. Омолаживающий сыворотка дейді, бұл енді қыз келіншектерге арналған бет және мойын терісін жақсартады. Крем для рук дейді, енді бұл қолдың терісіне арналған, және де спрей для волос дейді, бұл ер адамның, әйел адамның шашын күтіміне айналған. Әр өнім ағзаның қартаюына жол бермейді. Анти-эйдж деген ағылшынша ұғым бар. Мынау енді мысал. Енді мысалдар жетіліп артылады, барлығын айта беруге оғында уақыт жоқ. Сондықтан мен бір ғана әйелдің айтуын көрсетіп отырмын. Бұл кісі бұлай дейді: күйеуімнің үстіне мынандай бір шығу шығып еді дейді. Содан жаңағы мен айтып кеткен 3 майды ішіне қабылдап, сыртына жаңағы гельді жаға қойғанның арқасында 4 күннің ішінде ізі қалмай жоқ болып кетті дейді. Керемет дүние деп отыр. Осындай мыңдаған пікірлер бар. Және де жақында Full Energy Sport деген шығады. Бұл енді спортпен айналысатын адамдарға арналған. Жалпы компания жоспарында өнім түрлерін 100-ден асырып 100-ге жеткізу. Компанияның негізін құрушы және де президенті Вячеслав Терентьев деген азамат. Бұл енді интернеттен бұл кісі туралы ақпарат табуға болады. Ал енді осы компанияға фуллеренді дайындап жеткізіп отырған жауапкершілігі шектеулі МТС Нано деген компания. Бұл енді Петербургта орналасқан. Мына жерде адресі тұр, ОГРН, ИНН, қазір интернеттен бәрін тауып, ол компания туралы бәрін білуге болады. Сонымен құрметті ағайын, егер денсаулығыңды ойласаң, егер кәрілікті ұмытпасаң, егер технология дамуынан қалыс қалмаймын десең, егер маңайындағы ағайынға пайда келтірем десең, егер әдемі де мағыналы өмір кешем десең, осымен қосып қосымша табыс табам десең, мына менің айтқан ақпаратыма көңіл аударыңыз. Және де шешімді тезірек қабылдауға тырысыңыз, өйткені уақыт тоқтаусыз екенін ұмытпаңыз. Осымен менің айтарым тамам. Толығырақ ақпарат қажет болатын болса, осы видеоны жіберген адаммен хабарласыңыз. Және де осы каналға жазылып, ютубта болса, еще деген батырманы басатын болсаңыздар, түрлі ақпараттарға сілтеме шығады, соған өтіп, содан да қарап шығуға болады. Сау саламатта болыңыздар, аман болыңыздар. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын.